Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз аксонометриялық проекция, тік бұрышты изометрия, қиғаш бұрышты фронтал диметрия. Оқу мақсаты аксонометриялық проекция түрлерін талдау арқылы деталдың күрделілігіне қарай сызбаларды сызуға, қажетті өлшемдерін түсіруге үйрету. Бағалау критерийлері: білу, аксонометриялық проекция түрлерін анықтау, түсіну және қолдану, проекцияларды осьтері бойынша анықтап, оның ерекшеліктерін түсіндіре отырып қолдану. Қолдау, талдау және жинақтау, аксонометриялық проекцияларды түрлері бойынша талдау арқылы жинақтау. Бағалау, аксонометриялық проекцияның шарттарын және заңдылықтарын түсініп, деталдың диметрия және изометрия проекциясын ажыратуын бағалау. Зерттеу сұрақтары: изометриялық және фронтал диметриялық проекцияларда аксонометриялық осьтер бойынан қандай өлшемдер қалдырылады? Изометрияда координат осьтері қалай орналасады? Диаметрияда координат осьтері қалай орналасады? Бағалау парағы. Бұл жерде бүгінгі тақырыбымыз бойынша 3 тапсырма берілген. Сол 3 тапсырма бойынша дескрипторлармен танысып шықсаңыздар болады. Проекциялау әдісі: проекциялар жазықтықтарын гректің пи әрпімен белгілеп, бір-бірінен ажырату үшін жоғарғы немесе төменгі индекстер пайдаланады. P' аксонометриялық проекциялар жазықтығы, P1 горизонтал проекциялар жазықтығы, P2 фронтал проекциялар жазықтығы, P3 профиль проекциялар жазықтығы. Шешуге мүмкіндік беретін кескіндерді қайтымды, мүмкіндік бермейтін кескінді қайтымсыз деп атайды. Сызуда қайтымды кескіннің екі түрі аксонометрия менен монош эфирі қарастырылады. Аксонометриялық сызбаның жетілуіне зор үлесін қосқан Кулибин болатын. Эфир француз сөзі қазақшаға аударғанда жазық сызба деген мағына береді. Француз ғалымы Боспар Монош құрметіне қайтымды кескін монош эфирі деп аталған. Аксонометрия осьтер бойынша өлшеу дегенді білдіреді. Аксонометриялық проекциялардың негізгі артықшылығы көрнекілігінде және бейнеленген заттың көлемін жалпылама көрсетуінде. Сондықтан оны заттың құрылымдық пішінін түсінуді жеңілдету үшін сызбаға иллюстрация ретінде қолданады. Проекциялар бағыты жазықтығына перпендикуляр болса, аксонометрия тік бұрышты деп аталады. Егер проекциялау бағыты проекциялар жазықтығына перпендикуляр болмаса, аксонометрия қиғаш бұрышты деп аталады. Аксонометрияның фронтал тең горизонтал, горизонтал тең профиль болатын жеке түрін изометрия дейді. Изометрия грек сөзі бірдей өлшем деген мағына береді. Бұрмалану көрсеткіштерінің екеуі өзара тең және олар үшіншісіне тең болмайтын түрін диметрия деп атайды. Диметрия грек сөзі екі өлшем дегенді білдіреді. Аксонометрияның біз танысатын екі түрі бар. Олар тік бұрышты изометрия, қиғаш бұрышты фронтал диметрия. Аксонометриялық проекциялау түрлері: тік бұрышты изометрия, қиғаш бұрышты фронтал диметрия. Диметрия түрінде X, Y, Z көшелері 45-90 градустан болса, изометрия түрінде 120 градустан 90-30 градус аралығында осьтері өлшенеді. Диметриялық проекция X осының бойымен және оған параллель түрде биіктік, ал Y бойымен 2 есе қысқартылған ен, Z бойымен ұзындықтың нақты өлшемі қалдырылады. Құрметті студенттер, жаңағы тақырыбымыз бойынша аксонометриялық проекцияның диметриялық түрінде кубиктің суретін салуды сызып қойдым сіздерге. Мына жерде X тең Y, Y тең Z-ге. X көшері қойып тең сызықты сызамыз, параллель сызықты сызамыз, соған ромбы сызамыз. Ромбының жоғарғы сызықтарын Z сызығына параллель етіп жоғары қылып сызамыз. Дағы қабырға сызықтарын бұлай тұтастырамыз.
иық сызыққа бойлап параллель сызықтар. Бұл жерде біздер ромбымыздың бұрылысында Y сызығынан пайдаланып тұрмыз бұл жерде. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде параллельдікті сақтауымыз керек, теңбе-теңдікті сақтауымыз керек сызбамызда. Неге сіздердің аксонометриялық проекцияңыздың геометрия түрі келіп шықты. Изометриялық проекция барлық аксонометриялық осьтер бойынша және оларға параллель түрде изометриялық проекцияда нақты өлшемдер қалдырылады. Барлық аксонометриялық проекциялар үшін ортақ ережелер белгіленген. Z осі әрқашан тік. Барлық өлшемдер тек қана өздеріне параллель болатын аксонометриялық осьтер немесе түзулер бойынша алынады. Кешенді сызбадағы бір-біріне немесе координаттар осіне параллель болатын барлық тік сызықтар аксонометриялық проекцияларда өзара және сәйкес аксонометриялық осьтерге параллель болып қала береді. Аксонометриялық проекцияның жасалуы тік бұрышты изометрия түрі және қиғаш бұрышты фронталь диметрия түрі. Бүгінгі тақырып бойынша сіздерге бірінші тапсырма. Аксонометриялық проекциясының осы мен астыңғы жағының тік бұрышты параллелепипед арқылы салу. Бірінші қадам вертикал қабырғаны салу, екінші қадам үстіңгі негізімен қабырғаларды салу, үшінші қадам көрінетін сызықтарды белгілеу. Түсіну және қолдану. Аксонометриялық проекциясының осы мен астыңғы жағының тік бұрышты параллелепипед арқылы анықтап, оның ерекшеліктерін түсіндіру. Дискриптор. Сызбаға сәйкес графикалық шартты белгілері мен деталь көріністерін кеңістікте бейнелеуді анықтау, олардың мағынасы мен ерекшеліктерін сипаттау. Аксонометриялық проекцияларды X, Y, Z ось сызықтарын жүргізу арқылы түсіндіру. Екінші тапсырма зерттеу сұрағы. Жауабын жазамыз. Бұрмалау көрсеткіш X, Y, Z осьтерінде бірге тең болатын аксонометриялық проекция түрі. Екінші, бұрмалану көрсеткіші X, Z осьтеріне бірге, ал Y осінде 0,15-ге тең болатын аксонометриялық проекция түрі. Үшінші, аксонометриялық проекциялар саны. Үшінші тапсырмамыз сызбамен жұмыс болады. Екі көрінісі суретте берілген деталды мысалға ала отырып, аксонометриялық проекцияларды салуды жалпы тәсілін қарастырамыз. Дискриптор. Сызба құрастыруды сауатты жүйелі құра алады. Дәйекпен дәлелденген тұжырым ұсына алады. Рефлексия. Өзін өзі бағалау. Мен барлығын түсіндім, тапсырмаларды орындадым. Мен орташа түсіндім, тапсырмаларды орындауда қиналдым. Еш нәрсе түсінбедім, тапсырмаларды орындауда қиналдым. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.